Осы сұраққа соңғы кезде жиі ойланып жауап беретін болдым. Өйткені өмір әрдайым біз ойлағандай бола бермейді. Кейде бәрі керемет болып жатқандай көрінеді. Жаңа мүмкіндіктер ашылып, еңбегінің нәтижесін көріп, көңілің көтеріліп, шабыт пайда болады. Ал кейде күтпеген сынақтар келіп, жоспарларың да өзгеріп кетеді. Кейбір нәрселер сен ойлағандай болмайды. Бірақ дәл сондай сәттер адамды шыңдайды екен. Мен бір нәрсені түсіндім. Өмірдің мәні тек жақсы күндерді күту емес. Өмірдің мәні қандай жағдай болса да, жолымды жалғастырып, бір қадам болса да алға жылжу екен. Себебі қазіргі қиындық ертеңгі тәжірибеге, бүгінгі еңбек ертеңгі нәтижеге айналады. Сондықтан бәрі жақсы.